сол жерде мектепке барып, орта білім алдым. 1998 жылы Астана қаласының Сәкен Сейфуллин атындағы Аграрлық университетінің механикаландыру факультетін бітіріп инженер мамандығын алып шықтым. Оқып жүріп студенттік кеңесінің төрағасы болдым. Деканның қалауымен факультеттің ерлер жатақханасының коменданты болып қосымша ресми түрде жұмыс атқардым. 1995 жылы неке құрдым, отбасылы болдым. 1998-2005 жылдары 7 жыл бойы мемлекеттік қызметте болдым. Ішкі істер және әділет министрліктерінің мекемелерінде жұмыс атқардым. Сол 2002-2003 жылдары қызметтік құжаттарды бірінші болып мемлекеттік тілге аударып қолданысқа шығардым. 2005-2013 жылдары түрлі компанияларда заң және қауіпсіздік қызметтерін басқардым. Осы арада 2011 жылы Астана қаласы Еуразия гуманитарлық институтының заң факультетін бітіріп шықтым. 2014-2017 жылдары жеке заңгерлік және құқық қорғау жұмыстарымен айналысып, көптеген игі істердің басы болдым. Қоғамда болып жатқан мәселелерді де тыс қалдырмай қатар алып жүрдім. Жер мәселесімен өткен жиындарға да қатысып, халықпен бірге екенімді білдірдім. Нақты тіл мәселесімен көптеген жұмыстар атқардым. Солардың екшеуіне ғана тоқтап қысқаша айта кетсем, Бекон құрылыс компаниясының заң бұзушылықтармен күресіп, 500-дей адамның қолдарын жинап, прокуратура, қала әкімдігіне арызданып, мәселе түбегейлі шешілген болатын. Тағы да менің тікелей қатысуыммен бірнеше пәтер иелері кооперативтерінің қолданыс құжаттары заңмен сәйкестендірілген. Сөйтіп, тұрғылықты кішігірім ауданның көрнекі ақпараттары заңға сай түзетілді. Бұл жайлы 2017 жылы Егемен Қазақстан газетінде атым аталып, түсім түстеліп, құқықтық сауаттылық құндылығы атты мақала шықты. Жарнамалық мұның бәрі мемлекеттік болды. Өзің басқа кейбір дәріханалардан қырып шықшы, қазақ тіліне аударған тілі. Сендер қалып көрсін. Сол жылдары Астана қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту және архив ісі басқармасымен өткізілетін жиналыстарға үнемі шақыртылып, қатысып, өз ойымды айтумен бірге ұсыныстарды жасап жүрдім. Ұсыныстарымның бірі дұрыс қабылданып, әкімдіктің жанынан тілге қолдау кеңесші жұмыс тобы құрылып, бір ауыздан төрағасы болып сайланды. Сол жұмыс тобымен бірге бірнеше жұмыстар жүргізілді. Көптеген акциялардың бас көзі өзім болдым. Жеке басым митингке де қатысып, тілдің мәселесін сол мінбеден де көтерген кезім болды. Күні кеше 2021 жылы оқу басталар кезде мектептерде қазақ тілі пәндері қысқартылғалы жатыр деген сыбыс шығып, әлеуметтік желіде қызу талқылау жүріп жатқанда, мен бірден қол жинап министрлікке барып хат жолдап, басшылықтың өз аузынан қысқартылмайтыны жайлы естіп барып, жұрт тынышталып, мәселе жабылған болатын. 2020-2021 жылдары тілдер басқармасы басшысының кеңесшісі де болдым. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасын қарау жөніндегі парламент мәжілісінің жұмыс тобының мүшесі болып отырып, тіл туралы заңның 21 бабы қалай өзгертілуі керектігі, нақты орыс тілінің қажет болған жағдайда ғана қолданылуы керектігін ұсынысты жасадым. Ұсынысым қабылданып, сол өзгерістер толығымен енгізілді. Бұны көпшілік біле қоймайды. Қазіргі уақытта жеке заңгерлік жұмыстармен айналысам. Тәуелсіз сарапшымын. Ешбір ұйым, бірлестік, коалициялар мен партияларда жоқпын. Болған да емеспін. Бағытым бір, жолым айқын. Сөз жарысын қойып, іспен жарысатын кез келді деп айтып та, жазып та жүргеніме біраз уақыт болды. Маған дауыс беретін болсаңыздар, парламентте отырып, халыққа керекті әлі талай жұмыстардың басы болып, тек іспен жарысатын депутат болатыныма сенімдімін. Жеңісті күндерде бірге болайық.